Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз негізгі өндірістік қорлардың қорларын бағалаудың негізгі тәсілдері. Бүгінгі сабағымыздың аты ұйым экономикасы. Жалпы негізгі құралдар бұл материалдық өндіріс саласында да, өндірістік емес салада да ұзақ уақыт бойы қызмет етеді. Өндіріс процесіне қатысу сипатына байланысты негізгі құралдар өндірістік және өндірістік емес болып екіге бөлінеді. Өндірістік негізгі құралдарына өндіріс процесіне тікелей қатысатын объектілер жатады. Олардың көмегімен өнімді әзірлеген кезде еңбек құралдарына әсер ету жүзеге асады, немесе өндірісті жүргізу үшін қажет материалдық жағдайын жасайды. Өндірістік емес негізгі құрал-жабдықтар тұтынуға арналған құрал-жабдықтар. Олар ұжымның мәдени-тұрмыстық қажеттіліктерін ұзақ мерзім бойы өтеуге арналған. Игілігіне қарай негізгі құралдар меншікті және жалға алынған болып бөлінеді. Меншікті дегеніміз субъектіге тиесілі және оның балансында көрініс табатын негізгі құралдар. Ал жалға алынған бұл белгілі бір уақыт аралығына дейін келісім-шарт арқылы алынатын негізгі құралдар. Пайдалану сипатына қарай негізгі құралдар жұмыс істеп тұрған, істемей тұрған және қор ретінде тұрған болып бөлінеді. Қолданыстағы жұмыс істеп тұрған негізгі құралдар әрекет етіп тұрғандар болып саналады. Жұмыс істемей тұрғандар бұл жұмысы тоқтатылған немесе басқа жағдайларға байланысты уақытша пайдаланбайтын негізгі құрал-жабдықтар. Қорда тұрғандар болып жұмыс істеп тұрған құрал-жабдықтарды жоспарлы түрде олардың запас бөлшектерін ауыстыру үшін тоқтатылған объектілер есептеледі. Заттың құрамына қарай негізгі құралдар мүліктік және мүліктік емес болып бөлінеді. Мүліктікке көрінісі бар, яғни санауға және өлшеуге болатындар жатады. Мысалға оған үйлер, ғимараттар жатады. Ал мүліктік еместерге пайдаланылатын жер, орман алқабы, су ресурстары, ғимараттардан басқа күрделі қаржы салымы, яғни заттық нысаны жоқ шығындар жатады. Негізгі құралдарды есептеу және бағалау әдістері былай бөлінеді: натуралдық бағалау және ақшалай есебі болып. Натуралдық бағалау кезінде машиналар саны, олардың өнімділігі, қуаттылығы, өндірістік алаңдар көлемі және тағы да басқа сандық көрсеткіштер есептеледі. Ал ақшалай есебі кезінде негізгі қорлардың бағасы, өндіріс көлемін арттыру, жобалау, тозу деңгейін және амортизация аударымын жекешелендіру көлемін есептеу үшін қолданылады. Негізгі құралдардың тозуын есептеу негізгі құрал өндіріс процесіне қатысуымен, жылдар мерзімінің әсерімен, табиғат күшінің әсер етуімен пайдалану процесінде біртіндеп тозады. Тозудың екі түрі болады: табиғи және сапалық тозу. Табиғи тозу бұл моральдық тозу, ал сапалық тозу дегеніміз бұл заман талабына сай келмеуін айтамыз. Амортизация дегеніміз бұл латынның өтеу деген сөзінен шыққан, яғни амортизация дегеніміз тозудың құндық көрінісін білдіреді. Негізгі құралдардың амортизациясын есептеудің әртүрлі әдістері бар. Олар құнын бір қалыпты жолмен есептеп шығару, құнын орындалған жұмыстың көлеміне пропорционалды етіп есептеп шығару, жеделдетіп есептен шығару, қалдығын азайту жолымен есептен шығару және құнын сандардың жиынтығы бойынша есептеп шығару. Негізгі құралдардың түсуі мынадай құжаттармен рәсімделеді. Негізгі құралдарды қабылдау тапсыру актісі негізгі құралдар құрамына жекелеген объектілерді енгізу үшін қолданылып жүрген заңға сәйкес олардың енгізілуі ерекше тәртіппен рәсімделуі тиіс жағдайларда, басқасы оларды пайдалануға берілуін рәсімдеу үшін. Негізгі құрал-жабдықтардың бір цехтан екіншісіне орын ауыстыруын рәсімдеу үшін қолданылады. Негізгі құралдарды қабылдауды рәсімдеу кезінде кәсіпорын жетекшісінің өкімімен тағайындалған қабылдау комиссиясы әрбір жекелеген объектіге бір данадан акт жасайды. Алыс-беріс актісінде міндетті реквизиттермен қоса комиссия қызмет ету мерзімін және болжамдық жою құнын көрсетеді. Қызмет ету мерзімін шаруашылық жүргізуші субъекті дербес анықтай алады, яғни ол негізгі құралдың техникалық жағдайынан, нормасынан және басқа да көрсеткіштерінен шығады.
Негізгі құралдардың кәсіпорын ішіндегі орын ауыстыруын рәсімдеу үшін актіні 2 дана етіп тапсырушы цех қызметкері толтырады. Бухгалтерияға келіп түскен объектіні материалдық жауапты адамға бекітіп, мүліктік карточка ашады. Объектіге мүліктік тізімдеу нөмірін беріп, мүліктік тізімге алынады. Негізгі құралдарды алу туралы жазбасы жасалады. Бұл карточка бухгалтерияға келіп түскен негізгі құралдың актілері, техникалық төлқұжаттары және басқа құжаттар негізінде толтырылады. Негізгі құралдарды жөндеудің күрделілігіне қарай олар ағымдағы және күрделі жөндеу болып бөлінеді. Күрделі жөндеу дегеніміз негізгі құралдың жеке бөлшектерін қалпына келтіруді айтады. Олардың тұтас объектімен салыстырғанда тозу мерзімі аз болады. Бұл жөндеу кезінде агрегат толық ажыратылады. Бірақ барлық тозған бөлшектер және тораптар ауыстырылады немесе қалпына келтіріледі. Базалық және басқа да бөлшектер мен тораптар жөнделіп жиналады және агрегат сынақтан өткізіледі. Ағымдағы жөндеу негізгі құралдардың тозған жеке бөлшектерін жұмыс істейтін жағдайда ұстау үшін оларды ауыстырудан немесе жөндеуден тұрады. Оны негізгі құралдарды пайдалану процесінде жүргізеді. Кәсіпорындар өздеріне керекті, яғни уақытша қажет болған негізгі құралдарды басқа ұйымдардан жалға алуына болады. Сондай-ақ кәсіпорындар өзінің балансында тұрған, бірақ уақытша пайдаланбай немесе уақытша тоқтатылып тұрған, қажет болмай негізгі құралдардың басқа ұйымдарға уақытша жалға берулеріне болады. Жалға беруші және жалға алушының арасында келісім-шарт жасалуы тиіс. Бұл келісім-шартта жалға алынатын немесе жалға берілетін негізгі құралдардың аталуы, техникалық жағдайы, бастапқы құны, тозу құны, жалға берілетін немесе жалға алынатын мерзімі көрсетіледі.